кәсібиліктер және қала қонақтары. Бойы болған сөзі жылмаң, кімді көрсем мен сонан, бетті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалма-жан. Өз ойында, тұл бойында, бәрі жоқ пендесі. Құрметті достар, қазір біз Семей қаласындағы Абайдың Жидебай бөрілі әдеби, тарихи, мемориалдық қорық музейіндеміз. Бізде қазір мини экскурсия, міндетті түрде тамашалаңыздар. Мына жоғарыда көрсетіліп тұрған тілдерге мән берсеңіздер, бұл Абай жолының осындай әлемдік деңгейдегі тілдерге аударылғанын аңғаруға болады. Мынаның арасында Қытай тілі, кәріс тілі, Италия, испанша. Одан бөлек мына жақта да өте керемет қаншама тілде аударылған. Ұйғыр тілі, француз тілі, хинди. Бұл әрине Абай жолының осыншама әлемдік деңгейдегі ауқымдылығын, яғни жоғары деңгейдегі роман екенін көрсетеді. Мына кітапқа назар аударатын болсаңыздар, мына үлкен кітап 1995 жылы Абай Құнанбайұлының 150 жылдық мерейтойына орай Германияның Нюрнберг қаласында дайындалған екен. Шығарма, сөзі қарма, сырат жылмаң жел буаз. Айтты көндім, алды бердім, енді көндім. Ғасырлық мұң жүрегіме жиналған, жауан болып көктен төгілсеңші, жанымды менің тың жұмала берме, ауаға болып бір сейілсеңші, ғасырлық мұңым жүрегімде. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай, Абайдың келін қылып алған әйелі үшінші жары Еркежанның көйлегі мен камзолы. Мына жерде әшекейлер, бұйымдар және Әйгерімнің ер тоқымы. Мына жерде камзол. Кемеңгер жазушы Мұхтар Әуезовтің кабинеті, назар аударсаңыздар. Әрбір кезе өзіңе сен, әрбір әрекетпен Вечерняя атмосфера. Шундай милам башвич